Саламатсыздар ма, ақылдарыңыз қалай? Бүгін біз кешкі асқа үйдегі барлық көкөністерден лағман жасаймыз. Қызып тұрған қазанымызға сұйық майымызды құйып, етімізді жақсылап қып-қызыл болғанша қуырамыз. Үстіне жуамызды салып, оны да жақсылап қуырамыз. Помидор, сельдерейді жақсылап қуырамыз, еттің үстіне салып, қып-қызыл болғанша қуырып, оның үстіне сары перецімізді саламыз. Сәбізімізді салып, жақсылап араластырамыз. Үстіне картошкасын салып, жақсылап қып-қызыл болғанша қуырамыз. Тұзымызды, томатымызды салып, жақсылап қуырамыз. Менде лағманның дайын созылған тестасы болған еді. Соны қостым. Менде жақсы болып, дәмді болып шықты. Ас болсын бізге. Үйде жасап көріңіздер, өте дәмді, жақсы болып шықты. Бізге ас болсын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазыңыздар. Рахмет.